Мектеп оқушының талантын ашып, шыңдар, түлеп ұшар тұғыры. Оқушының рухани байлығы білімінде болса, сарқылмас байлығы тәрбиесінде. Осы сарқылмас тәрбиені беретін мектеп демекші, мен Омар Айгерім Дауытқызы, Жаркент орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Жүрегімнен ойып орын алатын еңбек жолымның алғашқы бастауы, білім саласындағы алғашқы баспалдағым, менің жүрегімдегі мектебіммен сіздерді таныстыратын боламын. Ендеше білім нәрімен сусындаған мектеп ордасына төрлетейік. Біздің мектеп ордамыз осы. Осы жерде оқушыларымыз білім нәрімен сусындап, білім алып, өмірде өз орындарын тауып, талантты да дарынды оқушылар болып, осы мектеп ордадан түлеп ұшып жатыр. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Ал ұстаз ағып жатқан өзен тәрізді, шөлдеп жүргенді қандырып, терлеп жүргенді сусатады. Айналасына қуат беріп, таудай қиындықтарды тастай домалатып, жер деген әлемді көркейтетін қымбатты жандар. Жас ұрпақты білім нәрімен сусындатар, шәкірт жүрегіне гүл егер, бала жанының бағбаны аяулы ұстаздар. Біздің мектебімізде 56 ұстаз қызмет етеді. Әр ұстаз өз саласының білікті маманы, оқушыларының жүрегінің кілтін тапқан, әр баланың дарынын аша білетін дарынды ұстаздар. Жас маман ретінде әріптестерімнен үйренерім көп. Және де алғаш қадам басқанымда құшақтарын айқара ашып, білім теңізінде бірге жүзуді үйретіп келе жатқандарына алғысым шексіз. Сіздің мектебімізде оқушыларға барлық жағдай жасалған. Білім алам деген оқушы ізденсе, әрине білімді болмақ. Ендеше жаңа Қазақстанға білімді ұрпақтарды тәрбиелеп, жаңа Қазақстанды бірге құрайық.